оқушылар, бүгін біздің сабақта актіні қолдана отырып, білімнің белестеріне шығатын боламыз. Яғни, ең алдымен біз сабақты бастамас бұрын бірінші бағалау кестесіне назар аударамыз. Яғни, бағалау кестесі бізде мына бағытпен жүріп отырады. Яғни, оқушы дұрыс жауап берген сайын мұндағы жылқылар қозғалып тұрады. Бұл бағалау шкаласы күнделіктің 10 балдық бағалау шкаласымен теңеседі. Ал енді оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын біз жұпқа бөлу тәсілімен оюлар арқылы жұпқа бөлінеміз. Шыға қойыңыз. Екінші жұп. Отыра қойыңыз. Ал енді жұптар арасында бізде арқан тартысы арқылы бағалау ойыны болады. Жұптарда ортаға шақырайық. Жақтағанымыз. Бірінші жұп, екінші жұп. Яғни арқан тартысы ойынын бастаймыз. 1926 жылы 1939 жылдар аралығында Қазақстандағы негізгі саяси партияның атауы қандай болды? Қазақстан коммунистік партиясы. Дұрыс жауап. Білесің бе? 1930. Дұрыс. Бір балл болса қойдыр. Екінші жұп. Қазақ Кеңес Республикасының алғашқы басшысы кім болды? Дінмұхамед Қонаев. Дұрыс жауап білесің бе? Ленин емес пе? Қазақ басшысы. Қазақ басшысы. Қазақ Кеңес Республикасының алғашқы басшысы кім? Яғни көрейік. Әлихан Бөкейханов. Осылай қалады. Келесі сұрақ. Мұнда сендерге келесі болып кетеді, себебі дұрыс жауап бермесе, келесі болып кетеді. Келесі сұрақ. Қазақ КСР-дің алғашқы астанасы қай қала болды? Орынбор, Қызылорда. Қызылорда. Бұрынғы атауы? Ақмешіт. Дұрыс. 3 балл басамыз. Бұл ойынның атауы Пиноккио деп аталады. Яғни бұл ойында біз бүгінгі сабақтағы тақырыптың сұрақтарын қоямыз. Яғни тақырыптың сұрақтарына дұрыс немесе дұрыс қате деген жауапты белгілейтін боламыз. Ал бастаймыз. Қазақ КСР-ның астанасы Қызылорда. Дұрыс па? Дұрыс. Тасылып отырмыз. Келесі. Кеңес үкіметінде үндеуді Ленин басшы жасады. Дұрыс. Дұрыс. 1937 жыл Конституция. Қате емес. Пиноккионың мұрны өсіп отыр. 1922 жылы КСРО құрылды. Дұрыс. Дұрыс. Келесі. 1929 жылы Астана Алматыға көшірілді. Қате. Қазақ КСР 1920 жылы 26 тамызда құрылды. Дұрыс. Сабақты қорытындылау үшін бізде сиқырлы кітаптар берілген. Сиқырлы кітаптардың арасында сұрақтар жасырылған. Яғни әр сұрақты кітапты қандай отырып сұраққа жауап береміз. Түркеш қағанатының мерзімі 704-756 жылдар. Жауабы берейік. Мұндағы сұрағы. Дұрыс. Оңтүстік Қазақстанда ислам діні кең түрде басталған. 10-шы ғасыр. Сұрақтың үстінен басады.
Сабағымызды қорытындылау үшін баскетбол рефлексиясы арқылы өзімізге сабақтағы бүгінгі жағдайды түсіндіріп өтеміз. Яғни үш жауап берілген, сол үшеуін бөліп алсаңыз. Түсіндім, сұрағым жоқ.